Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен сүзбеден өте оңай және де өте дәмді болып шығатын бөлішкенің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Ал бастайық достар. Алдымен ыдысқа сүзбені саламыз. Оның үстіне бірден қант, бір жұмыртқа және де ерітілген сары майды құямыз. Жақсылап шанышқының көмегімен біркелкі болған жерден араластырып аламыз. Сары майды еріту міндетті емес, егерде сіздер алдын ала шығарып бөлме температурасына жұп-жұмсақ болып тұрса, солай да қоса берсеңіздер болады. Одан кейін жылы сүт қосамыз. Міндетті түрде жылы болу керек, ыстық емес, салқын емес. Және де оның үстіне бір ас қасық дрожжымызды салып, жақсылап араластырып, араласқаннан кейін ұнды бірнеше бөліктерге бөліп сала отырып, жұп-жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Видеоның астына описанияға осы бөлішкелерге керек ингредиенттердің барлығын жазып қоятын боламын. Ұнды артық қоспаңыздар. Егерде қолыңызға жабысып жатса, шамалы ғана қосып жүруге болады, бірақ өте көп қосып, қамырыңыз тығыз болып кетуі мүмкін және де дұрыс көтерілмейтін болады. Бетін целлофанмен жауып, жақсылап орап, жылы жерге кемі 2 сағатқа көтерілгенше қойып қоямыз. Дайын болған қамырды осылай бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Мен 70 граммнан өлшеп бөліп алдым, барлығы бірдей болсын деп. Және де осылай видеода көрсетілгендей ортасына қантты сеуіп, осындай формада бөлішкелер дайындадым. Осындай жүрек қылып жасау өте оңай. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, немесе өзіңізге ұнайтын кез келген формада және де кез келген салманы салып дайындай берсеңіздер болады. Осылай барлық бөлішкелерімізді дайындап аламыз. Одан кейін пешті алдын ала қыздырып 5-10 минут бұрын осылай дайын болған бөлішкелерімізді пісіріп аламыз. Бетіне жұмыртқаның сарысын жақсаңыздар болады, немесе жақпасаңыздар да осындай сап-сары болып, әдемі болып пісіп шығады. Менің видеомды соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Мені қолдап, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта да жақсы тәттілердің рецепттерімен бөлісетін боламын. Келесі видеоларда кездескенше.